мыналарым. Таңбалар екен жаппасын. Түйем өзі таңбалар. Мынау жаңағы атақты Жылқыбай шебердің қызы Әкиза деген. Мына кісінің жұбайы. Ол кісінің жұбайы бопты ғой. Мәселе бірінші әңгімені бастарда негізі тарихқа тіреледі ғой. Бұл жерде басын ашып алайық. Бір заманда өмір сүрген екі Жетібай дейтін кісі жатыр. Біз о кісілерді өз қолымызбен жерлеген жоқпыз әрине. Бірақ мынау тарихтың қаты тас қажет, мынау тас тарих, тас кітап. Осы жерде мына жерде жазуы тұр. Мынау кәдімгі әйгілі. Осы Маңғыстау адай стиліндегі бейіт салатын ұлы шеберлердің басында тұратын Доралұлы Жылқыбай дейтін кісінің мына жерде қызы жатыр. Мынау сол кісілердің тұрғызған бейіті. Бұл Есенұлы Жетібайға тұрғызылған. Мына жерде арабша жазылып тұр. Есімі Жетібай бин Есен деген мырза. Содан кейін Есенұлы Жетібай деген кісі руы Жаппас. Жаппастың ішінде бес балуан дейтін тақтасынан. Бұл жерде ол кезде жаңағы бүкіл адай елін билеп отырған әйгілі тұлғалардың бірі Қырымқұлұлы Қалбы деген кісі. Оның баласы Ғафур Қалбин әйгілі. Сол кісілердің саясында бір-екі ауыл Жаппас болған. Сол Жаппастардың бірі Есеннің 6 баласы болған. Ол кісі туралы Абыл атамыздың жырында айтылған адам. Жаппаста Есен шал болды, қызыр көрген жан болды. Қызырдың берген батаның нәтижесі зор болды, малмен басқа мол болды. 6 бала ер жетіп, 6 өнерге сай болды, Жетібай би болды, Қалдыбай бай болды деген сөздер қалған. Сол Жетібай би болған Жетібай осы ана бейтінде де жазылып тұр аға би деп. Ана дастархан басында да айттым, ол кісінің бір сөзін. Әлгі қазыға барып, даулы болып, жала жабылып, сондағы айтқан сөзін. Атымның дүбірі тиген жоқ, аузымның күбірі тиген жоқ. Таяғыммен түртпедім, аяғыммен теппедім. Осы кісінің баласы бар, баласының маған жапқан жаласы бар. Атымды үркітіп, артымнан қалмайтын, мұның менде не аласы бар. Сөзімнің жәнесі бар деген кезде барып, қазы тоқтатып, сен сол жаңағы дауды сол кісінің, мына кісінің пайдасына шешкен. Сондай алқаға түскен, елдің тағдырына араласқан, дауын шешкен кісілер. Бұл кісінің жаңағы Қалдыбайның қайда қалғаны белгісіз, Күтімбай дейтін тумаласы Масататада жатыр, бейді белгілі. Басқада Айтуар, Жантуар, Күнтуар деген туыстар болған. Енді осы жерде де осы кісілерге қарасты мынау Жаппастардың бейіттері мына тұрғанда. Анау жаңағы Доралұлы Жылқыбайдың қызы Бәкиза деген кісі ана тұрған құлпытас. Осы кісінің жұбайы. Сырқ салынған. Мына жерлерде таңбалар тұр, түйе мойын Жаппастың, бірақ жазулар жоқ. Сондай-ақ бұл жерді қоныстанған адайдың Әлменбет балдары қоныстанған, Зорбай балдары. Зорбайдың Қаржаулары қоныстанған, Бәйімбеттің жаңа Қырымқұлдары қоныстанған, Тобыштан Шоңай атам балдары қоныстанған, Жарының да Бектемістің 1-2 ауылы қоныстанған. Сондай қоныс. Бұл жерде Ералылы Жетібайдың, мына Қаржау Жетібайдың тапқан құдығы бар мен жерде. Бірнеше шыңырау, сол жерде айналасын шыңырау қылып қазған, Ноғайлыдан қазған құдық. Онда жаңа Мұрат Өскінбайұлы түне анау неде жатыр. Қырғын қорымында әкесі Өскінбай, әйгілі Мұрат Өскінбаевтың жырында сол тарих айтылады түгел. Жаңағы шаруа момын өскен адам екен. Жетібай амандықтың малын баққан. Қой айдап ойпаң жерде келатқанда атының артқы аяғын шұңқыр тартқан. Қайырылса Ноғайлықтың құдығы екен, қақпақтай қара таспен бетін жапқан деген Мұрат екеңнің жырындағы ана Ноғайлы кезеңінің құдықтары ғой. Енді бұл жерде бұрын жаңағы Алтын Орда Ноғайлы қонысы болған жерлер ғой бұрын. Сол бетін жауып кеткен құдық содан аршылып, айналасы кейін сол құдықтарға айналып,
ел отырған, қоныстанған әлі күнге дейін сол нәрін үзбеген құдықтар. Енді соныменен бұл жерде мен жерде сосын Сүгірәлі, Бәйімбеттің Сүгірәлілері жатыр осы жерде. Қысқасы қыруар ел. Кейіннен енді жаңа 61-ші жылы мұнай атылғаннан кейінгі орнаған өлі қала мыналардың бәрі. Менің әулетімнен түгел осы жерде наға кәрі шешем жатыр, наға шешем жатыр, тағы өзім шешелерім жатыр. Міне мынау жаппастары, міне жаппастың таңбасы, мынау түйе мойын таңбасы. Әне де түйе мойын. Әне тынаны түсірсем түйе мойын дейді тұр ғой. Жаңа адай стиліндегі осы тас өнерідегі неше мың жылға созылған стилді жалғастырған қазақтар көшіп келгеннен кейін адай стилдің басында тұрған Доралы Жылқыбай деген кісі Жаңайұлы Қожаназардың бейітін салған мынау Сейсен атадағы күмбезін, Жаңайұлы Әлінің күмбезін салған мынау Қамысбайдағы, Төлекөлі Қамысбайдың күмбезін салған, мына бейітті салған Айгілі Жылқыбай, сол кісінің қызы мына кісінің бәйбішесі. Мына жерде міне есімі Жылқыбай бин Дорал Бәкизат деген жазуы тұр, мына кісінің аты. Мына жағында жаңа қос білезік тарақтары тұр. Жаппастың халал екенін белгілейтін ана жерде түйе мойын таңбасы тұр. Сосын енді Ералұлы Жылқыбайдың да Ералұлы Жетібайдың да Қаржаудың немересі осы жерде жатқанына оған күмән жоқ. Сосын сол кісімен бірге Шірімбетұлы Шеруен әнші деген Қаржау елінен жаңағы Қаржаудың амандығынан, Қарайдардың амандығы, Амандық байдың бір немересі Найзабек би, бір немересі осы Шеруен әнші. Шеруен Қаржау ауылында жаңағы Қаржау Тұрсын адайдың жеті қайқысының бірі. Алдашұлы сол қайқыға кірмегенмен сол қайқылардан өнері кем емес болған Шеруен дегенде әнші осы жерде жатыр. Бірақ ол кісілердің бейітіне таңба жазылмаған, құлпытас қойылмағаннан қай жерде қалғаны белгісіз болып тұр. Мына жерде Есенұлы Жетібай деген кісінің тікелей ұрпағы мына кісі. Тігінен тараған. Би Жетібай бидің ана кесененің астында жатқан тікелей ұрпағы. Атын Бердібек болады. Өзі көкірек көзімізді теріп қалған қу соқырымыз қазір осы отырған мүгедек кілем. Мүгедек ұрпақ құдайсыз қоғамнан шыққан. Әйтпесе мына өлілердің бәрі де тірі. Біз бір екі перде қой енді, өмір мен өлімнің арасы. Мәңгі өміріміз мына жақта. Фәни тірлікте сол ана жан кеуденің қонағы, өлі тірінің қонағы деген әңгіме осы үшін айтылады. Сол өлінің меймандарыңды риза қылып аттандырсаң, онда Құдай да риза болады саған. Сондықтан бүгін бір Құдай риза болған шаруа істедіңдер, Алла қабыл етсін. Иә, үлкен шаруа істедіңдер. Құдай елдің берекетін алмасын.